Келін болып түскеніме 1 жылдан асты. Жолдасыммен бақытты күн кешіп жатырмыз. Ата енеммен тұрамыз. Атам өте көңілді, қарапайым адам. Ал енем маған көңілі толмасы анық сияқты. Өйткені не істесем де ұнатпайды. Таңертең ерте тұрып, күнделікті тірлігімді жасау үшін сыртқа шықтым. Менен алдын тұрып алған енем ауланы сыпырып жатыр екен. Мен қатты ұялып, мама деп жүгіріп барып едім, алдыма сыпыртқысын лақтырып, бұл үйде келін жоқ деп айтты. Және де қабағын шытып кете барды. Ауланы сыпырып жатып, көзімнен жас тоқтамай қалды. Жаңа келін болып түскен уақытым есіме түсіп кетті. Енем мені жақсы қарсы алып еді, білмегендерімді үйретуші еді. Және де үйге қонақ келе қалғанда, осының бәрін келінім өзі пісірді, келінім пысық деп мақтап отырушы еді. Енеммен не үшін бұлай қарым-қатынасымыз жаман болып кеткенін түсінбедім. Не қателік жасадым екен деген ой мазалады мені. Осылайша тағы да 1 жыл өтті. Кешкі уақыт. Енем, ертең үйге қонақтар келеді, бүкіл жерді тазалап қой. Мен, мақұл мама, уайымдамаңыз. Енем, уайымдаймын, неге уайымдамаймын деп қабақ шытты тағы да. Ертесіне енем айтқандай бүкіл жерді шыныдай етіп тазалап, дастарханды әдемілеп сәндеп қойдым. Қонақтар келді. Біраз уақыттан соң қонақ бөлмеден келінің әлі көтермеді ме, түскеніне неше жыл болды, емделіп жатыр ма деген сұрақтарға құлағым елең ете қалды. Енем, жоқ, әлі жұмыс, доктор, баламның ақшасын құрттық деген енемді жауабын естігенмен қолымды байқамай тіліп алдым. Бөлмеме жүгіріп барып жатып жыладым. Сол жарам жанымды ауыртып бара жатқандай болды. Не үшін осыншама қатты жылап жатқанымды өзімде түсіне алмадым. Бір уақытта күйеуім бөлмеге кіріп келіп, не болды деп сұрады. Сол уақытта не айтарымды білмей, тіліп алған саусағымды көрсеттім. Ол жай ғана күліп, жаным, мен сені түсінемін. Сәл шыда, барлығы жақсы болып кетеді, сабыр ет деп айтты. Арадан 2 ай өтті. Енеммен қарым-қатынасты жақсарту мақсатында мен енеме ұнайтын тәттілерді әзірледім. Және де енемді шайға шақырдым. Енем, неге соншама қантты көп қосқансың, тым тәтті болып кетіпті деп ашуланды. Мен мам, шаймен жейміз деп едім деп айтып едім. Енем, маған жағымпазданба, маған ұнаймын деп тырыспай ақта қой, бәрібір сені ұнатпаймын. Не келін болып, не балама әйел болып жарытпайсың деп енем тұрып кетті. Сол сөздерден соң мен үстел басында 1 сағат ойланып отырмын. Білмеймін нелер ойладым екен, есімнен де шығып кетіпті. Тек жолдасымның сабырлы бол деген сөзі ғана есімде бар. Міне, бұл үйге келін болып түскелі 3 жылдай уақыт болыпты. Бұл үйдің әрбір бұрышы өзіме қадірлі болып кетті. Тіпті отбасының әрбір мүшесі өз туғанымдай болып кетті. Дегенмен 3 жылдан бері бала көтере алмадық. Енемнің сөздерінен соң тәрелкедегі тәттілерді алып сыртқа шығып, аулада жүрген итке төге салдым. Менің бұл ерсі қылығымды сыртта жүрген қайнатам көріп қалыпты. Ертесіне баласын шақырып алып, балам келінді алып, біраз уақыт қалада жұмыс жасап келмейсіңдер ме деп бізді қалаға жіберді. Атам айтқан соң күйеуім екеуміз қалаға келдік, және де жұмыс бастадық. Жалдамалы пәтерде тұратын едік. Күнделікті уақытымыз қызықты өтуші еді. Арадан 3-4 ай уақыт өтіп ауылға қайттық. Ауылда таңертеңгі астан соң байқамай басым айналып қолымнан шыны ыдысты түсіріп алдым. Сол сәтте енем тез жетіп келіп, бұл не істегенің, қолыңнан дым келмей ме? Бұл үйдің ортасын ойрандап біттің ғой сен. Кетші, маған сен сияқты келін керек емес. Енемнен бұндай сөздерді күтпегенмен есімнен талып қалдым. Біраз уақытқа дейін ес жинай алмаппын. Ал көзімді ашқан уақытта мен емханада едім. Қасымда жолдасым отыр екен, дәрігермен сөйлесіп. Дәрігер маған қарап, қалай, жағдайыңыз жақсы ма деп сұрады. Сол уақытта бөлмеге енем кіріп келді. Енем, балам мені кешірші, сенің көңіліңді ауыртқан болсам мені кешірші деп жылай бастады. Дәрігер, неге барлығыңыздың көңіл күйлеріңіз жоқ? Жақында келіндеріңіз ана болады, не үшін қуанбайсыздар деп сұрады. Жаңалықты естіген біз қатты қуанып бір-бірімізді құшақтап бастадық. Міне, арадан уақыт өтіп, баламды да босанып алдым. Енемді де жазғырмаймын, сол уақытта енемді кешіргенмін. Мен қазір өте бақытты анамын.